Сәлем достар, мен Алибек, бұл Техноказ арнасы. Бүгінгі обзорымыз қытайлықта емес, корейлікте емес, америкалықта емес. Яғни біз қытайлықтардың барлығын түсірдік. Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei, OnePlus, тағы сол сияқты. Америкалықтан iPhone'ды түсірдік, корейліктен Samsung'ды да түсіріп тастадық. Енді бүгінгі обзорымыз қанша жерден мықты телефон болғанымен онша халықтың көңілінен шықпайтын, яғни онша танықты емес телефонға келеміз. Ол жан-жағынан мықты Sony компаниясының смартфоны. Өткен жылы Sony компаниясы Xperia One телефонын ұсынған еді. Осы жылы дерлік 3 ай бұрын оны обновить етіп Sony Xperia One Mark II деген телефонын ұсынды. Ол телефон өткен жылға қарағанда процессор жағынан мощнырақ, камерасы мықтырақ және біршама жаңа технологиялар орналасқан. Бірден дизайнына келсек, Sony әрқашан өзінің ерекшелігімен танықты, яғни сіз Apple фондардың, Корей фондардың, Қытай фондардың қасында тұрса, Sony телефонын бірден байқаса болады. Ал ыңғайлылығы жағынан келсек, Sony компаниясы маған өте қатты ұнайды. Оның себебі, мәселен, Samsung'тың Note сериясы, Meizu, iPhone'ның Max сериясы, тағы басқа сол сияқты ені жағынан үлкен телефондар ұстауға өте ыңғайсыз болып келеді. Ал бұл жағынан Sony компаниясы ерекшелігі ені жіңішке, ал биіктігі наоборот ұзын. Яғни бұл телефон сізге ұстауға ыңғайсыздық бермейді. Ал енді видіне келсек, виді маған осы жылғы Sony компаниясының шығарған смартфондары өте қатты ұнады. Камералардың орналасуы, жіңішкелігі. Осы жылы өзінің экранына 21:9 соотношениеде экран орнатты. Ешқандай да 18:9 емес, 20:9 емес, 21:9 соотношениеде. Ал енді сіз соотношениені түсінсеңіз, 2017 жылға дейінгі дерлік барлық телефондар 16:9 соотношениеде шықты. Тіпті үйіңіздегі теледидарды қарасаңыз да, ол да 16:9 қатынаста. Яғни ені 9, ұзындығы 16 қатынаста. Бірден сұрақ туындауы мүмкін. 21:9 соотношение біздерге не береді деген. Егер байқасаңыз, Google'да, YouTube'да видео қараған кезінде немесе фильм қараған кезінде жоғарысынан және төменінен қара фондар жауып тұрады. Ол дегеніміз сізде сіздің телефоныңыздың экраны 16:9 қатынаста дегені. Егер сізде 21:9 қатынаста болған кезінде, ол видео толығымен оригиналында полный экранда алып жататын еді. Ешқандай рамкаларсыз, ешқандай қара фондарсыз. Жалпы қысқаша түсіндірмесі осы. Ал енді өзіміздің смартфонымызға оралайық. Sony Xperia One Mark II-дің экраны, рамкалары өте жіңішке. Үш жағынан рамкасы дерлік жоқ деуге болады. Тек қана жоғарысындағы камера блогына арналған рамкасы болмаса. Ал енді қырларына келсек, өзгешелігінен бұл жерде оң жағында әрі сканер отпечатков пальцев, әрі разблокировка экраны кнопкасын атқаратын бір кнопкада орналасқан. Тағы барлық смартфондардан, яғни флагманды смартфондардың өзгешелігі, бұл жолы Sony өзінің телефондарын 3.5 аудиожектен айырған жоқ. Ал енді экран. Sony компаниясы өзінің Sony Xperia One Mark II деген смартфонына өте мықты экран орнатты. Байқап отырсаңыз, Sony қандай мықты телефон шығармасын, онша бағаланбайды. Мәселен, қазіргі нарықтағы кез келген телефонды қарасаңыз, разрешениесі 4К-ға бармайды. Максимум Quad HD, яғни 2К. Осы 2К разрешениелердің өзі санаулы ғана телефондарға орналасқан. Оның ішінде Samsung пен OnePlus'ты кіргізуге болады. Ал бұл телефонда 2 есе үлкен, яғни 4К. Бұл телефондарда пиксельдер 2 есе көп денені. Экран 6.5 дюймді OLED матрица. Ол 21:9 Cinema OLED деп аталатын технологиямен жабдықталған. Ал арқа жағында камера блогы орналасқан. Ал енді дизайнын бітірдік. Енді Sony Xperia One Mark II-дің камерасына келсек. Арқа жағында олар
үшеу, 3 камера және 1 ITOF сенсор орналасқан. TOF сенсор алдыңғы видеоларда айтып кеткеніміздей суреттің тереңдігін, жарықтығын анықтайтын сенсор. Барлық камераның сенсоры да 12 мегапиксельді, негізгісі 1.7 апертурамен, екіншісі кең бұрышты 2.4 апертурамен, ал қосымшасы 2.2 апертурамен. Және олардың айтуы бойынша барлығы шығарып жатқан 108 мегапиксельді камера қызықпасын. Бізде 12 мегапиксель болғанымен біз санына емес, сапасына көңіл бөлеміз деген екен. Сильное заявление. Жалпы, егер сіз техникадан хабарыңыз болса, Sony компаниясы өзінің камерасымен және сенсорларымен танықты. Яғни, қазіргі таңда қытайлық телефондардың дерлік барлығына, оның ішінде Xiaomi, Meizu, OnePlus, Realme сияқты өндірушілерге Sony'дің камералары орналасқан. Бірақ Sony компаниясы қанша жерден барлық мықты сенсорларын басқаларға сатқанымен, қанша жерден сіз Xiaomi'де, Meizu'да, OnePlus'та көрген телефондарыңыздағы камералар Sony'ға орналасса да, бірақ ол басқаша мықтырақ түсіреді. Яғни Sony компаниясы осы жылғы Samsung'тың бағыты сияқты өзінің камераларын одан әрі жетілдіріп, толық арсеналын ашып қана өзінің телефонына орнатады. Ал енді селфи камерасына келетін болсақ, бұл жерде оншалықты өзгешелік жоқ. Кәдімгі 8 мегапиксельді 2.0 апертуралы камера. Ал енді ең негізгісі жүрегіне келсек, яғни процессоры. Бұл жерде барлық андроидтарға орнатылып жатқан ең мықты нарықтағы ең мощный процессор. Яғни Snapdragon 765 5G-да осы Sony Xperia One Mark II-ға орналасқан. Ал енді жадына келсек, бұл жерде оперативті жады 8 ГБ, ал негізгі жады таңдаулы 128 және 256 ГБ. Аккумуляторына келетін болсақ, бұл телефонда аккумулятор 4000 мАч және сымды 21 ватты, сымсыз 15 ватты тез қуаттау технологиясына ие. Ал енді фишкаларына келсек, Sony компаниясының өзінің шығарған технологиясы, яғни NFC, контактсыз төлеу технологиясы. NFC осы телефонда орналасқан және өзгешелігінен судан қорғау технологиясы, ол IP68 стандартты. Ойлап отырған шығарсыздар, 3 ай бұрын шығарған флагманды телефонды неге бізге енді ғана ұсынып отыр деп. Бұл телефонның презентациясы 3 ай бұрын сонау февральда өткен еді, бірақ әлі сатылымға шыққан жоқ. Кеше ғана 1-ші июнь күні бұл телефонның предзаказы шықты, 24 июль ғана бұл ашық сатылымға шығады. Сол үшін де біз енді түсіріп жатырмыз. Ал бағасына келсек, бұл телефонның бағасы ең төменгі конфигурацияда 1200 ақш долларынан бастау алады. Егер видеомыз ұнаған болса, видеоның астында комментарий кез келген ойыңды жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше қош сау.